Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі өтетін іс-қимылымыз сәндену. Алдымен қолымызды жаттықтырып алайық. Қазақ биінің әр қимылы терең мәнді және ішкі психологиялық эстетикалық мағынасы бар. Онда халықтың көркем бейнелі образдық ойы, оның ежелден дүниеге көзқарасы, дүниетанымы білінеді. Халықтың шексіз қиялы, шексіз кең далада пайда болды. Би халықтың өткендегі өмір салтын, істеген кәсібін, оның өмір сүрген ортасына көзқарасын білдіреді. Ежелгі ғұрыптық салттық, ай қосақ, жез-тырнақ. Әзіл қалжыңға негізделінген келіншек, насыбайшы. Еңбектік, киіз басу, өрмек. Аңшылық, мерген, садақ би, бала қыран, құсбегі дауылпаз, буын биі. Көпшілік, ұтыс биі, көкпар, ырғақты, балбырауын. Қыздар сұлулығын суреттейтін қосалқа. Еліктеу, ортеке, тепеңкөк, қарашорға. Тағы басқа көптеген билер қазақ халқының ұшқыр қиялын, жүгіртпек ойын, рухани мәдениетін көрсетеді. Сәндену. Сәндену бет пішіннің әсемдігін көрсететін қимыл. Алдымен оң қол 5-ші қалыпта, басы білезіктен қатты қайырылып, жоғары бағытталған. Сол қол қосымша 2-ші қалыпта ашылып, шынтақтан бүгіле қолдың басы төмен түседі. Саусақтары төмен қаратылған. Қос қолдың саусақтары бір-біріне алақан теріс қаратылған. Түйіседі. Бас оңға бұрылған, иек жоғары көтерілген. Келесі, шынтақтан бүгілген қос қол иық тұсына көтеріледі. Алақандары төмен қаратылған. Қос қолдың басы саусақтарымен түйісе қатты иілген. Қыздың бет пішіні көрсетеді. Басы тік, жанары алға бағытталған. Өз ұлттық өнерімізді қолдап, мәдениеттілігімізді көрсетіп, тәртіпке бағынайық. Біз әрқашан біргеміз.